Баршаңызға сәлем. Мына күлше нанның дәмін көріп магазиннен нан алмайтын боласыздар. Бізге керегі жылы сүт, жылы су, қантымызды қосып ерігенше араластырамыз. Тұзымызды саламыз. Бөлме температурасындағы сармайымызды қосамыз. Дрожжымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың бетіне сұйық майды құйып, бетін тағы да 1-2 рет басып шықтым. 2 сағатқа бетін жауып ашытуға қоямыз. Қамырымыз 2 сағаттан кейін ашыды. Мен бәрі бір көлемде болу үшін таразыға 100-120 грамм көлемінде күлше нандарымды жасадым. Сіздер көз мөлшермен жасасаңыздар да болады. Жасалу жолы өте қарапайым, үйдегі бар заттардан жасалады. Менде 14 дана күлше нан шықты. Күлше нандарымызды дөңгелетіп аламыз. Араларын ара қашықтық сақтаймыз. Күлше нандар көтеріледі. Ортасын басып шығамыз. Бір жұмыртқаның сарысын алып, үстіне сүт қосамыз. Вилкамен тағы да басып шығамыз, көтеріліп кетпес үшін. Жұмыртқамызды жағып, қалауларыңыз бойынша қара ақ күнжіттарды сепсеңіздер болады, сеппесеңіздер де болады. Жұмсақ күлше нандарымыз дайын болды. Дәмі деген керемет, иісі бүткіл үйді алады. 180 градуста 15 минут пісіріп аласыздар. Ас болсын.